Şanalı jönüne jamal bulundu mu? Arabasını üretti mi? Zor halde tübülesi üretti mi? Bunu вертушка деп айтады негізі. Сол себепті маған ұнады. Жатыр деген келісесің ба? Күнде ханым қалайсыз? Жаңа ғана сторис түсіріп, Роза ханымның суретке түскендегі отырысын обсуждать етіп қойып едік. Айтып еді, кәдімгі унисон болып отырмыз деп. Жағасын негізі көтеріп отырған көзетіңізші. 80 жылдар осылай. Құраның бүгін корона тағып жүргеніне нешінші күн болды? 5-ші. Соңғы күн ба бүгін? Болды. Шешет наконец-то деп қойсайшы. С понедельника. Не айтамын, опоздал. Оны сен бүйтіп, сен анда шеште, үйге барасың стеклодан. Үміткерің қалай, Салтош? Әдем болып тұрсың сен. Үміткері болса сен күшті болып келесің ше? Сындырмаймын үйде тағатын. Зухражан? Сонымен? Сонымен өзім енді үйде тағатын болып. Елдің көзіне кеп болып отыр. Салтошқа қарашы, әдем болып кетіп. Ал бүгінгі ұрыстың төбелесінің көкесін көрген біздің Асема болды. Сол жақта арасында бір-екі сөз айтып, обязательно қыстырып арасына. Анда жақта қырылыс болып кетіпті. Бүгін 14:30-да көрейік Арыстан, иә? Үшінші сторисім шығар. Арыстан сен де болмадың, онда мен де болған жоқпын. Бүгін 14:30-да Асема не айтады екен? Көретін боламыз. Осы уақытты жібере алмаңыздар, көріңіздер. Герой бүгінгі төбелестің мақтанады өзі. Ерасыл мен Санжар бүгін кішкене сөзге келіп қалыпты. Мұсаға қазір келе жатармыз. Бүгін 14:30-да не болды екен, барлығымыз бірге білетін боламыз. Әсел ханым тамақсыз қалды сендердің ұрыстарың үшін. Панда кішкене тоже тамақ жей алмай қалдым деді. Мына жақта прическа жасап жатқан біздің Ержан. Маржан ханым бүгін шашы кімге ұқсайды? Мына жақта бізде Мұса келді. Мұса қалайсың? Анау не? Анау не? Не? Ол кімдікі деседі? Бізде Мұса бүгін эфирге келді. Өткен туған күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен жігіт бол, азамат бол. Әлі талай белестер сені күтіп тұр, оның бәрін асып өт. Армандарың орындала берсін. Екі дүниенің бақытын тілейміз. Өзің жұбыңды кездестіріп, жобада бақытты болып кететініне сенімдіміз. Жаңа сонымен не болды? 12:30 емес, 14:30-да. Аха, Маржан ханым, тағы да қаттырақ күлмедіңіз ба? Естілмей қалды ғой. Внезапно шығып кетті да, Ержан ғой. Эфирде де сөйтіп күледі. Ержан ғой күлдіріп атқан. Сонымен мынау не болды екенін білмейміз. Өкінішке орай, мына Хамрақұл екі қыздың арасында не болғанын білмей, қазір істеп жүргені кәсібі. Өзіңіз қалай? Жұмақабыл болсын. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Үміткеріңіз қалай? Да? Күшті. Көз тимесін тәй. Түкіріп қойыңыздар, құрметті достар. Келесі той мүмкін Айгүл ханымдікі болып қалар. Тойда, я? Маржан ханым, сіз қашан үйленесіз? Тұрмысқа шығасыз? Құдай қаласа. Құдай қаласа, я? Тезірек біздің Маржан ханымға келіңіздер, мүмкін Серік мырза шығар, болашақ жары, я? Гүл жіберіп тұрған мүмкін, кім біледі, я? Сол Айгүл ханым күліп жүріңіз осылай, сіз андай ұрсып, үміткеріңіз жоқ дейді. Қазір спокойно, ешкіммен шаруаңыз жоқ. Ал Хамрақұл, өміріңе ризасың ғой? Сен? Шешім қабылданды ма? Сол үшін екі қыздың миын ашытпау керек. Бір қызбен